Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шәпен. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мен сіздерге өткенде намазды тез бастау жөнінде, қалай жылдан бастауға болатыны жөнінде айтып бергенмін. Ал бүгін сіздерге намаздың денсаулыққа тигізер пайдасы жөнінде айтпақпын. Намаздың рухымызға тигізетін пайдасы жөнінде барлықтарыңыз білесіздер. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде Әнкабут сүресінің 45-ші аятында расында намаз адамды жамандықтар мен арсыздықтардан тыяды деп айтқан болатын. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде күніне 5 уақыт намаз оқыған адам есігінің алдындағы өзенге бір 5 рет шомылып шыққан адам секілді күнә атаулыдан таза болады деген болатын. Міне осылай жанымызды күнә атаулыдан тазартатын намаздың тәнімізге де шипа болып жүргенін біліп өзім қатты таңғалдым. Соны сіздермен бөліспекпін. Ресей елінің нейрофизиолог ғалымдары мынандай жаңалық ашты. Адамның намаз кезіндегі халі бұған дейін белгілі болған жай-күйлердің ешбіріне де ұқсамайды екен. Намаз адамның санасын сәбидікіндей саф етіп тазалайды. Адам намаз оқыған сайын оның ой санасы да, бүкіл ағзасы да демалады. Намаз бұл компьютерді тоғынан ажырата сөндіріп, оны қайта қосқанмен бірдей процесс. Яғни адамның миы мен ағзасында күні бойы жиналып қалған керек емес, жағымсыз дүниелерден арылуы. Тіпті намаз оқуға жұмсалған болмашы бірер минуттың ішінде де ағза жаңарып, адамның миы демалады. Ресейлік нейрофизиологтардың ашқан жаңалығы намаздың асқынған дерттерден айықтыратындығына дәлел болады. Бүгінде бұл ұлы құлшылықтың қояншыға ауруы кезінде көмектесетіндігі белгілі болды. Намаз адам ағзасындағы микробтарды өлтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартады. Жаратушымыздың намазға сіңірген тылсым күші жайлы айтқан кезде, ғалымдардың мына бір дәлелденген жаңалығы еске түседі. Яғни суға арнайы дұға оқыған кезде ондағы микробтар да өледі. 40 күн бойы Фатиха сүресі оқылған су адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. 5 уақыт намаздың пайдасына бұған дейін күмәнмен қараған кей ғалымдардың өздері намаздың адамға қажеттілігін ақыры мойындады. Жаратушы Хақ тағала адамға жаңа туылған сәби кезіндегі саулығын сақтауға мүмкіндік берді. Маңдайына жазылған өлшеулі өмірін қуанышпен, шүкіршілікпен өткізуді нәсіп етті. Және бұған намаздың көп жәрдем тиетіні анық.